Ұлттық орталығы облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтының аға оқытушысы және Света Бақиева Қалдыбекқызы келіп отыр. Нөмірі 10-шы жалпы білім беру орта мектебі директорының орынбасары. Армысыздар. Студия қонақтарымен бірге қазіргі кезеңде жүріп жатқан оқу бағдарламасындағы өзгерістер, жаңашылдықтар туралы әңгімелейтін боламыз. Гүлайым Жетіспайқызы, алдымен сөз кезегі өзіңізде. Сіздердің осы білім беру ордаларыңызда қандай жаңашылдықтар бар? Яғни институттың жұмысы туралы айтсаңыз. Енді өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында қазіргі таңда цифрлық Қазақстанға байланысты және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 20-шы жылғы жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі жолдауының 5-ші бағыты, яғни қолжетімді және сапалы білім беру мәселесі бойынша ауқымды шаралар жүзеге асыруда. Әрине өзіміздің мекеменің аты айтып тұрғандай, біздің негізгі міндетіміз ол осы облыс педагогтерінің біліктілігін арттыру. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша және қысқа мерзімді курстармен мұғалімдер, облыстың мұғалімдері қамтамасыз етіліп жатыр. Әрбір курсын соңында мұғалімдер өздерінің жеке өз бетінше құрған жобаларын қорғайды. Сол жобалары сараптамадан өтеді, педагогикалық өлшем орталығынан сараптамадан өтеді. 11 жұмыс күні сол сараптаманың шешімін күтіп барып, жаңартылған білім берудің өзінің құрған жобасын қорғаудан өткендігі және өтпегендігі туралы сараптау кеңесінің шешімін мұғалімдерге жария етіледі сол сайтта. Сол себептен міне осы тұрғыда біздің институттың мамандары, яғни профессорлық оқытушылық құрамы әрине сапалы, әлеуметтік жағынан сапалы болу керек. Кәсіби мамандар, себебі барлығы да 100% кандидаттар және магистрлер. Осы орайда жалғыз курстар емес, жолдауға байланысты және тағы да басқа осы ел мүддесін ақтайтын және елдің жағдайын жақсартатын кешенді бағдарламаларға байланысты білім туралы заңның аясында көптеген басқа да тақырыптарға байланысты семинарлар, дөңгелек үстелдер, конференциялар өтіп жатыр. Соның бірі республикалық ғылыми тәжірибелік конференция латын әліпбиіне байланысты.